Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мощный сочник әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, 3 ас қасық қантымызды қосып жақсылап миксерлеп жібереміз. Кейін бір жұмыртқамызды, одан кейін ұнымызға разрыхителімізді қосып, араластырып жіберіп, және ванилин, 2 ас қасық қаймақ, ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін творог және 3 ас қасық қант, 1 ас қасық ұн және де 1 ас қасық қаймақ қосып, оның үстінен 1 жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 10 бөлікке бөліп, оның ішіне начинкамызды саламыз және 2 жағын қысамыз. Ол піскен кезде көтеріледі және ол ағып кетпеу үшін керек. Бетіне жұмыртқаны жарып, жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште дайындап аламыз. Үстіне сахарная пудра сепсеңіз болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Алтыншаш. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.